Сәлем тыңдарман. Сіз ерекше балалар мен олардың ата-анасына арналған мүмкіндік подкастын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында әдеттегідей Дана Маратова. Осы күнге дейін жоба аясында қанша ата-ана мен түрлі маманмен кездестік. Әрқайсысының әңгімесін, ерекше өмір жолы мен тәжірибесін тыңдадық. Ал бүгінгі қонағымыз ақтөбелік Наташа Қалмағанбетова. Наташа апа ерекше баланың анасы, баласына көмектесу үшін өзінің негізгі жұмысын тастап, жаңа білім алып, жұмысын ауыстырған батыл жан. Ол қазір Ақтөбедегі арнайы түзету мектебінде жұмыс істейді. Мұндай шешімге қалай келгенін, өмірі қалай өзгергенін өзінен сұрайық. Наташа апа, жалпы ерекше баланың анасы болу өміріңізге қандай өзгеріс әкелді? Ерекше баланың анасы болу менің өміріме көптеген өзгерістер алып келді. Ең біріншіден мен ол жағдайда стрессте, депрессиялық жағдайда болдым десем болады. Және сол үшін жасап жатқан жұмысымнан шығып, баламды жан-жақты тексеруден өткізуге тура келді. Жақсы, түсінікті. Жалпы өзіңіздің өмірлік оқиғаңызға оралсақ, сіз өзіңіз бастауыш сынып мұғалімі болып ауылдық жерде жұмыс істеп жаттыңыз, иә? Кейін дәл осы салада ерекше балаларға білім беру саласында оқып, білім алып, қалаға көштіңіз. Осының бәрі сіздің балаңыздың қоғамға бейімделуі, болашағына байланысты болды ма? Біз енді ауылдық жерде тұрдық, жаңа айтып кеттім ғой, ауылдық жерде біз дәрігерге барған уақытта, енді осыдан 10 жыл бұрын біздің ауылдың дәрігерлерінде осындай диагнозы бар балаларға мағлұмат беру, оларға жолын айту, түсіндіру деген сияқты нәрселер болған жоқ. Себебі ол кезде өзімнің ауылымда бұндай диагнозы бар балалар болмады десем болады. Болса да мен білген жоқпын. Сөйтіп дәрігердің түсіндіруі бойынша бізге жаңағыдай қалыпты жағдай дегеннен кейін біз атыңсыз жүрдік қой. Кейін енді бәрін білгеннен кейін мен білдім, ауылда ешқандай көмек көрсете алмайтынымды балаға. Сөйтіп қалаға көшуге тура келді. Енді әрине өзің мамандығыңды қимайсың, бастауыш мұғалімі болғаннан кейін жаңағы әр адамның арманы болады ғой. Ойлайсың, өзімнің мамандығыммен зейнетке шықсам, балаларымның болашақ нәтижесін көрсем деген сияқты. Сол кездегі білім берген балаларымыз қазір отбасы құрып, оқуларын аяқтап, қазір түрлі маман иелері болып отыр. Мысалы, ол мен үшін мақтаныш. Сондай дәрежедегі өзімнің мұғалімдігімді тастап, осы жолға бет бұруға балам үшін тура келді. Жаңа баламды түрлі мамандарға апардым дедіңіз ғой. Осылай іздену барысында қандай қателіктерге жол бердіңіз және басқа ата-аналар осындай қателік жасамау үшін қандай кеңес берер едіңіз? Баланы қандай маманға көрсету керек? Мен енді жалпы қалаға келген уақытта қандай мамандарға бару керек туралы және қай маманға барған дұрыс екендігі туралы білмеймін өзім. Сондықтан жаңағы дәрігерлерден сұрасаң, дәрігерлер тек қана логопед пен дефектологты ғана айтады. Бұл жағдайда тек қана өзінің басынан өткен, барлығын көріп біліп жүретін ата-аналар ғана бір-біріне жақсы көмектесе алады. Сондықтан бір ата-аналармен танысып сөйлескенде олар айтты, баланы алғашқы логопедке апару керексің, осындай жерде бір жақсы логопед бар деген сияқты. Сөйтіп баламды логопедке апардым. Логопедте біз 1 жылдай ұзақ уақыт болдық. Бірақ андай логопедтің бізге ешқандай көмек тимеді деп айта алмаймын. Енді кішкене болса да жаңағы суретпен жұмыс жасауға, ұсақ моторикамен жұмыс жасауға, мысалы, мен балама көмектесті. Бірақ дегенмен де қазіргі уақытта ойлап тұрсам, ешқандай сөйленбейтін, түсінігі жоқ, зейіні тұрақсыз баланы логопедке апарудың ешқандай қажеті жоқ екен. Ата-аналарға айтатыным, негізі әр баланың өзінің ерекшелігі болады екен. Бір балада мысалы ешқандай түсінігі жоқ, еш нәрсеге қызықпайды, жаңағы болмаса гипербелсенді балалар болады. Әр балаға керек маман болады екен. Мысалы, өте қатты жаңағы белсенді, еш нәрсеге қызығушылығы жоқ, агрессивті дейміз ғой, сол балаларға міндетті түрде психолог керек. Болмаса өз-өзіне қызмет жасай алмайтын, ойыншықтар мысалы өзінің ретімен пайдалана алмайтын деген сияқты балаларға міндетті түрде дефектолог керек. Логопед тек қана
сөйлеуін дұрыстауда, кейбір дыбыстарды дұрыс айтпаған жағдайда, болмаса жаңағы сөзі бар бірақ сөздік қоры аз жағдайда ғана керек екен логопед. Сондықтан ата-аналарға айтатыным, жақсы білікті маманға менің балама қандай маман керек деп сұраған дұрыс деп ойлаймын. Қазір енді күннен күнге дамып келе жатыр, әртүрлі мамандар бар. Мысалы АФК мамандығы бар, адаптированная физическая культура дейді. Әр балаға жеке қимыл қозғалысына мән беріп, әр баланың жаңағы белсенділігін, қатты гипербелсенді баланың белсенділігін басатын деген сияқты спорт түрлері бар да. Мысалы сол АФК-ға көп көңіл бөлу керек. эби терапиясы бар мысалы, ол да балаға жаңағы қалыпты жағдайда жұмыс жасауына, жеке маманмен жұмыс жасауына көмектесетін әдіс тәсілдердің бірі деп ойлаймын. Сондықтан ата-аналар өз баласының жеке мүмкіншілігімен маманға жүгінгені дұрыс деп ойлаймын. Жаңа негізгі ақпарат көзі ата-аналар деп айттыңыз ғой. Ата-аналардан сұраймыз, бір-бірімізден білеміз деп. Жалпы Ақтөбеде сондай ата-аналардың қауымдастығы бар ма? Иә, Ақтөбеде негізі ондай ата-аналардың қазір түрлі қоғамдары да бар. Сосын жаңағы баланың диагнозына байланысты топтар бар ата-аналардың. Мысалы аутизм балаларға арналған біздің Ақтөбеде Растемка деген ата-аналар қоғамы бар. Оны аутизм баласы бар ата-ана өзі жаңағыдай баланың бүкіл жағдайын біліп, ата-аналарға көмек ретінде тегін орталық ашты. Ол тегін орталықтың мамандарын жаңағы облыс әкімінің, білім бөлімінің барлығының жаңағы қолдауымен сондай орталық ашты. Ол да кәдімгі басқа орталықтар сияқты тендер ойнатады, сосын жаңағы балаларды кезекпен қабылдайды. Сол мысалы орталықтың балаларға пайдасы өте көп. Олар енді сабақ үйретпегенмен, оқу жазуды үйретпегенмен, кәдімгі өмірге бейімдеуге, балалардың күнделікті қолын дұрыс жуып, тамағын дұрыс тамақтануына, болмаса өзінің киімін үтіктеп, ұсақ-түйек жаңағы нәски, беторамалдарын жуып алуына деген сияқты күнделікті өмірге жақсы бейімдеуге көмектеседі. Жалпы енді сіздің білім жолыңызға оралсақ, осы салада білім алуды неден бастадыңыз? Мен енді осы қалаға келгеннен кейін тек қана баламның қасында жүрдім ғой. Баламды әуелі балабақшаға орналастырдым. Өте қиын жағдай ол баланы балабақшаға орналастырудың өзі. Кезекке тұрасың, ол кезегің келіп болмайды деген сияқты. Сөйтіп баланы балабақшаға орналастырдым. Орналастырғаннан кейін өзімнің жаңағы резюмемді сол балабақшаға тастап кеттім. Сөйтіп мені балабақшаға шақыртты. Әуелі тәрбиешіліктен бастадым. 2 жыл осындай ерекше балаларға тәрбиеші болдым. Одан кейін балам мектепке келген уақытта мектепте осы арнайы түзету мектебінде 4 жыл тәрбиеші болдым. Содан кейін биыл мінекей класс алып дефектолог мұғалім болған жайым бар. Ал оқуды мен осы Ақтөбенің Жұбанов атындағы өңірлік университетінде оқыдым. Керемет. Наташа ханым, жалпы ерекше бала тәрбиелеуде сіз үшін ең қиынға соққан сәт не болды және ең қуанышты сәтіңізбен бөліссеңіз? Ерекше баланы тәрбиелеуде ең қиын болған жағдай, диагноз қойғаннан кейін ол ең бірінші маған қиын болғаны, бала түн ұйқысын ұйықтамайтын болды. Мүлде түнімен ұйықтамайды. Енді өзіңіз ойлаңыз, мысалы кеш батады, әрең дегенде ауылдық жерде тұрамыз, үй шаруасы бар деген сияқты. Сөйтіп әрең дегенде кешті батырғанда бала сол кешкі 12-ден таңғы 5-ке шейін жылайды. Не себепті жылайды, қалай жылайды, оның қарны аш па, болмаса ешқандай бүкіл мүмкіндігін жасаса да бала жылайды. Дәретке сұранбайтын болды, кіші дәретін ұстай алмайтын болды ол кезде. Далаға шығарып ойнатайық десек балаларға қосылмайды, қашып кетеді, соңынан шақ дегенде қуып жететін болды деген сияқты. Енді тізіп айтатын болсақ өте қиын жағдайлар болды. Сөйтіп қалаға келгеннен кейін жаңағы дефектологтардың болмаса басқа да мамандардың айтуы бойынша баланы күнделікті өмірге бейімдеу бірінші ата-ананың қолында дегеннен кейін мен өзім үйрете бастадым. Далаға шықса қолымнан тастамай ұстап жүруді,
болмаса жаңағы балалардың қасында ойнағанда өзің қоса ойнауды, ана баланың қолынан да өзің баланың қолынан да деген сияқты қоса ұстап ойнауды барлығын ата ана өзі қиналып үйретеді. Содан кейін енді қуанышты жағдай дегенде ең бірінші енді біз тек қана мамандарға ғана жүгінбейміз, медициналық көмекке де жүгінеміз ғой. Бір кезде Ресейден келген дәрігерлердің айтуы бойынша балаға микрополизация деген жаңағы микротоковое лечение жасау керек. Сол кезде бала тынышталады, түнгі ұйқысы дұрысталады дегеннен кейін баламды соған емге апардым. Содан кейін балам түнгі ұйқысын ұйықтайтын болды. Енді әр кішкене алға жасаған қадам үшін ата ана өте қатты қуанады. Әр жасаған кішкене үйренген нәрсе үшін ата ана бақытқа бөленеді деп айта аламын. Сөйтіп жаңа күнделікті өмірде кіші дәретке сұрану, оны өзім уақыт үйреттім. Бала үйреніп кеткеннен кейін мысалы қандай қуанышта боласың. Тамақ жей алмайтын болды. Тамақ жей алмайды дегенде тамақты талғап жейтін болды. Содан кейін күнделікті өзің жеген тамаққа үйреткеннің өзіне қуанасың. Енді кейбір адамдар осыны тыңдап отырып, сол нәрседе қиын болып па деп ойлауы мүмкін, бірақ енді өзімнің басымдағы жағдайда ол мен үшін өте қиын болды. Қазіргі жағдайда енді Аллаға шүкір, балам сол 1-2 жылда өзі үйренді, дәретханаға өзі барады, өзі жүреді, тамақтың алдына келген тамақты жейді. Сондай жақсы қуанышты сәттерге бөледі деп айта аламын. Ой, қандай күшті, қуаныштарыңызды еселене берсін, одан да күшті жетістіктерге жетсін балаңыз. Наташа ханым, жалпы қазіргі таңда ерекше балаларға арналған мектепте жұмыс істейсіз ғой. Өзіңіз маман ретінде қандай әдіс тәсілдерді қолданасыз? Қайсысы тиімді? Жалпы кез келген балаға жеке индивидуальный подход жасау керек қой, иә? Иә, енді бізде арнайы мектепте тәрбиешілер мен дефектолог мұғалімдердің екеуінің айырмашылығы жер мен көктей. Мысалы, мен тәрбиеші болып жұмыс жасаған уақытта түске дейін дефектолог мұғалім де болады, ата-ана, балалар түс қайта тәрбиеші де болады. Сол кезде тәрбиеші болып жүрген уақытта баланы міндетті түрде өмірге бейімдеу керек. Күнбе-күнгі түзету жұмыстарын қалыпты жағдайға үйрету керексің. Енді олардың барлығы бірден болып кетеді, болмаса 1 айда, 2 айда үйретіп кетесің деп айта алмайсың. Енді көп ұзақ уақыттан кейін баланы күнделікті дағдыға міндетті түрде үйретесің. Оларды ойын элементтері арқылы қызықтыра білу керексің. Арасында жаңағы өзгеше қылып құм терапиясын, су терапиясын деген сияқты қолданып отыру керексің. Жеке жұмыс жасаған тіпті керемет, мысалы топпен жұмыс жасауға бұл балалар бейімделмеген. Енді қазіргі уақытта мамандардың тапшылығына байланысты осындай бір топтағы 4-5 балаға бір тәрбиеші болғандықтан, болмаса бір дефектолог мұғалім болғандықтан көбіне жеке жұмыс жасауға мүмкіндік болмай жатады. Сондықтан сондай әдіс тәсілдерді қолданамын. Жалпы өзіңіз сияқты ата-аналарға, ерекше балаларға көмектесу үшін қандай жобалар жасауды ойлап жүрсіз? Жалпы сіздің жаңашылдыққа жақын екеніңізді, үнемі ізденісте екеніңізді байқадық. Енді мен өзім ерекше баланың анасы болғандықтан, көбіне осы балаларға бір кішкене де болса өмірге бейімделуге өз үлесіңді қосқың келеді. Оның бер жағында біздің ата-аналар деген үнемі қалтасына кез келген жерге тек қана ақылы барады. Мысалы, логопедке апарса да, дефектолог, психологқа апарса да, АФК-ға апарса да, ЭБ терапиясына апарса да, қалталарына ата-аналардың қомақты ақша шығады. Бұл балалардың көбісінде бұлардың мысалы көшеде жүріп тұруының өзі оңай емес. Көбіне жаңа қоғамдық көліктерге мінгісі келмейді, бұл балалар жеке таксиде жүргісі келеді деген сияқты. Сосын күнделікті өмірде енді көп балалар бізде балалармен топтасып ойнай алмайды. Соны ойлай келе кейде бір орталық ашқым келеді. Кейде мысалы мен биыл жазда 2024 жылы Астанада неврологиялық оңалту орталығында болдым. Сол кезде мен сол жердегі мамандардың жұмыс жасауына мысалы қызықтым. Сол жерде автодром деген бар екен да. Ол автодромда балаларға жолда жүру ережесін үйретуге толық мүмкіндік бар.
және жаңағы жаяу жүргіншілер жолын көреді бала. Оның бер жағында екі аяқты велосипед, үш аяқты велосипед, болмаса кнопкалы велосипедтердің түрлері бар екен да. Сол біздің Ақтөбеде жоқ. Кейін келгеннен кейін енді өзім сондай бір балаларға сондай автодром жасасам, кез келген бала ол автодромға жаңағыдай егер қолдаушылар болса, жаңағы тегін бара алатындай жағдай болса деп армандадым. Себебі өзім балам, мысалы мен балама велосипедті 2 жыл үйрете алмай қатты қиналдым. Енді велосипед біздің балалар үшін өте пайдалы. Олардың жаңағы айтады ғой, балада жаңағы оң жақ, сол жақ болу шари дейді ғой, жаңағы миының қалыптасуындағы. Сол үшін біздің балаларға велосипед өте пайдалы. Сол балам жаңағы орталыққа барғаннан кейін 3 күннің ішінде велосипед үйреніп кетті ғой. Мен ананы көргенде прям қуанғаннан баламды қайта видеоға түсіріп, кез келген ата анаға айтып, мә осындай біздің Ақтөбеде болса ғой деген сияқты арман пайда болды менде. Егер бір сондай бір жағдайым болса, мен сөйтіп автодром ашар едім. Сонда ол автодромда қандай ерекше тәсілмен үйретеді? Жаңа 2 күнде велосипед үйреніп кететіндей. Ол жерде біріншіден инструктор бар. Баланы қызықтыра білу керек. Мысалы біз барлығымыз автодромға барғаннан кейін бір жақсы кәдімгі жолда жүру ережесі туралы бір жақсы мультфильмнің музыкалары қосылып тұрады. Баланың барлығы қазір музыкаға әуес. Мысалы қызығады, уже бұл мультфильм қосылып жатыр ма, әлде бұл жаңағы бір ойын басталайын деп ойын басталып жатыр ма деген сияқты бала күтіп тұрғанда, әр баланы жаңағы велосипедке мінгізіп, жаңағы жолмен жүргізеді. Енді жолмен жүрудің өзі жаңағы баланың көзқарасында өзі жаңағы өз бетінше көлікке отырудың өзі бұларға бір әсер ететін болып тұр ғой. Менің балам велосипедке отырған бойдан жаңағы аяғымен айналдырып көрсеткеннен кейін өздігінен қатты жаңағы велосипедті жүргізіп, ешқандай жаңағыдай жаяу жүргіншілер жолына тоқтамай, ешқандай жаңағы бағдаршам тұрады екен. Бағдаршамды енді қасында көмекшілері өз бетінен жаңағы қосып ажыратып тұрады, қызыл жандырып, жасыл жандырып деген сияқты. Соған қарамастан кәдімгідей теуіп кетті. Енді түсінік жоқ біздің балдарда, ол бағдаршамға тоқтау керек екендігі туралы. Кейін сол жерге барғаннан кейін қатты дыбыс ойнайды. Андай тоқтамаса болмайды уже бала деген сияқты. Соны бала көргеннен кейін қызығып, енді мен өз көзіммен көргенде сол жерде бір сабаққа 10 шақты бала бірге қатысасың. Автодром өте үлкен. Сонда көргенім сол 10 шақты баланың бір 7-8-і велосипедке үйреніп кетті. Шет мемлекеттерден де мамандар келеді екен да. Бір-бірімен тәжірибе алмасады екен. Олар өз мемлекеттеріндегі жақсы жағдайды біздің Қазақстанға түсіндіреді екен. Қазақстан біздің өзіміздің даму ерекшелігін шет мемлекеттерге түсіндіреді екен. Сонда байқағаным, біздің алдымызда түрік мемлекетінен мамандар келген екен. Олар автодромға қатты қызықты. Өз елімізге барғаннан кейін біз міндетті түрде осындай автодром орнатамыз, бала үшін өте жақсы екен деген сияқты мақтап кетті деп бізге инструктор түсіндірді. Біздің де мақтанатын жағдайымыз бар екен. Біз үнемі Қазақстанда тек қана жаман жағынан ғана көрсетеміз, болмаса үнемі көңіліміз толмайды десек те, біздің алдымызға әр мемлекеттен адамдар келеді ғой. Сол кезде менің байқағаным дейді, түрік мемлекетінде мысалы осындай автодром жоқ екен дейді. Ташкентте, мысалы Өзбекстанда біз сияқты реабилитация жоқ екен дейді. Мысалы енді оларда медицина дамыды десе де, біз сияқты оларда оңалту орталығы жоқ екен. Сөйтіп басқа шет мемлекетінде адамдар сол автодромға қызығыпты. Ал осы автодромды Ақтөбе қаласында ашу қаншалықты мүмкін деп ойлайсыз, және өзінің тұтынушыларын таба ала ма, аймақтарда ашатын болсақ? Мен тұтынушыларын табады деп ойлаймын, біріншіден. Енді қаншалықты қиын дегенде, жеке адам үшін, мысалы мен үшін оны ашу міндетті түрде қиынға соғады. Себебі үлкен здание табу керексің, оның ішінің барлығын жаңағы толық автодромның қажет құралдармен жабдықтау керексің. Енді ондағы мен ойлаймын, тұрған велосипедтердің өзі бір арзан велосипед емес.
кәдімгі балаға сайлы, ыңғайлы отырғанда деген сияқты сондай велосипедтер. Енді ол жерге тек қана аутизм, ЗПР бала ғана бармайды ғой. Ол жерге дауны балдар барады. Дауны балдардың ішінде жаңағы олардың дене бітімінде мысалы ірі томпақтау балдар болады мысалы. Болмаса тірек қимыл аппараты бұзылысы бар ДЦП балалар барады. Оларға жаңағыдай кішкене жеңілірек кнопкамен ғана жүретін деген сияқты велосипед керек. Сондықтан енді сен барлық баланың ерекшелігін қамту керексің ғой. Сондықтан ол енді бірден бір бастасаң 1-2 жылда біте қоятын дүние деп ойламаймын. Түсінікті. Наташа ханым, жалпы сіз білім беру саласында ұзақ уақыт жұмыс істедіңіз ғой. Жалпы білім беретін мектептерде де істедіңіз, арнайы мектептерде де істедіңіз. Жалпы біздің елімізде білім беру жүйесінде қандай өзгеріс енгізу керек деп ойлайсыз? Ол да баланың жағдайына байланысты. Мысалы кейбір балдар болады, интеллект сақталады, барлығына түсінеді, бірақ сөздік қоры аз. Барлығына түсінетін интеллект сақталған баланы міндетті түрде жалпы білім беру мектебінде инклюзия бағдарламасымен оқытқан дұрыс деп ойлаймын. Себебі ол бала бәріне түсініп тұр. Мүмкін басқа дені сау балаға қарағанда бағдарламаны жай қабылдауы мүмкін. Болмаса тіпті бағдарламаны қалай айтсам болады. Мысалы дені сау балаларда қыркүйек айында басталса сауат ашу, мысалы бұрын әліппе дейтінбіз ғой. Сол мысалы желтоқсан айында бітетін болса, жаңағы кішкене интеллект сақталған, енді оған да міндетті түрде ЗПР қойылады, мінекей сол бала 1 жыл жаңағы сауат ашуды оқыса да ештеңе қылмайды деп ойлаймын. Ол балалар міндетті түрде арнайы мектепке, бірыңғай денсаулығы ақаулығы бар балалардың ортасында жүрген обал деп есептеймін өзім. Сосын енді бізде мектепте мысалы балалар 2-ге бөлінеді. Класс. Легкий класстар болады және умеренный класстар болады. Легкий класстары бізде көбісі сөйлейді, түсінеді. Олар кәдімгідей мектеп бағдарламасынан кішкене жеңілдетілген формада сабақ оқиды. Умеренный класста бізде балалар сөйлемейді, көп жағдайда жаңағы түсінбейді, зейіндері тұрақсыз, оларда танымдық процестері өте баяу жүреді. Неге солай 2-ге бөлінеді. Умеренный класстарға негізі әр класста 1-2-3 қана бала болса, сондай мүмкіндік жасалса, мысалы, бұл балалармен жұмыс жасау шамалы жеңілірек болады. Біз енді ата-аналар жан-жақпен да сөйлесеміз ғой, жаңағы кейбір ата-аналар баласын шет мемлекетке алып кетіп жатады. Енді әрине оған кез келген ата-ана алып кете алмайды, мүмкіндігі барған ата-ана алып кетеді. Осы жақын уақытта естігенім, біздің Ақтөбе қаласында бір жас ата-ана баласына диагноз қойғаннан кейін, жоқ, мен бұл диагнозды қабылдамаймын, мен баламды жаңағыдай арнайы мектепке бере алмаймын, мен шет мемлекетіне барып, қай мемлекетте балаға жағдай жасалған, сол мемлекетте болам деп қоныс аударған екен. Сөйтіп түрік мемлекетіне барған, баласында Дауна диагнозы бар, түрік мемлекетіне барған, ол жақта жаңағы бір классқа 4 бала ғана оқытылады екен. 4 балаға 2 тәрбиеші, 1 дефектолог мұғалім болады екен. Сонда әр балаға почти 1 маманнан беріліп тұр ғой. Сөйтіп баламды жаңағы дамытуыма толық мүмкіндік жасадым дегенді естідім. Керемет. Бізде де осы мүмкіндік подкастында бір кісі айтқан еді, Атыраудан Анталияға арнайы көшіп барған, сосын сол жақта арнайы аспаздық мектепте оқиды екен олы. Демек ол жақта білім жүйесі Қазақстанға қарағанда жолға қойылған деген сөз, иә? Иә, солай ойлаймын. Бізден барған бала қазір модельдік мектепте баланың қабілетіне қарай жаңағы біреуін аспазшы, біреуін модель мектебіне, біреуін жаңағыдай музыкалық тұрғыдағы шығармашылыққа деген сияқты оларда балада 1-2 класстан кейін іріктеу басталады екен. Сөйтіп біздің жаңағы Ақтөбеден барған оқушыны модель мектебіне ауыстырған. Қазір ол бала рекламаларға түседі екен, жаңағы енді киім киіп, қарап, рекламаға енді әшейін адам түспейді ғой. Сонда балада сондай бір қызықтыратындай қасиеті болып тұр. Сабақтың арасында бізге уақытыңызды бөліп, подкасттың эпизодына қатысқаныңызға көп рахмет. Сіздің балаңыздың да сізді қуантатын осындай жетістіктері көп болғанын тілейміз. Әумин, рахмет сіздерге де көп.
Құрметті тыңдарман, мүмкіндік подкастының кезекті эпизоды соңына жетті. Ақтөбелік Наташа апаның батыл шешімі мен ерекше өмір жолы, осы саладағы тәжірибесі мен кеңестері ісіңізге жарайды деген үмітпен бұл эпизодты аяқтаймыз. Бастысы, ерекше болу кемшілік емес, өмірімізді өзгертуге берілген мүмкіндік екенін ұмытпайық. Келесі эпизодта кездескенше.